Баршаңызға қайырлы күн. Ерке Есмахан тағы да бетіне операция жасатты. Өйткені ол өзін ең сұлу Қазақстан бойынша мінсіз әйел болғысы келеді. Ерке Есмаханның кеше ғана жақында сұхбатында бар. Мен сияқты леди бренд киінетін әйелдер еш уақытта швабра ұстамайды. Қолымыз күс-күс болып шапсыртпейміз, еш уақытта ыдыс жумаймыз дейді. Қаншама халықтың көзінше баласы берген шылабырды лақтырып тастап, мен ешқашан шылабыр ұстамаймын. Бренд киінетін әйелдер еш уақытта ондай үйдің жұмысын жасамау керек деп сұхбат берді. Қаншалықты кездесіздер? Еркенің айтқан сөздерімен келіспесем де, пластикалық отаны не үшін жасату керек? Дәл осындай көздері өте кішкентай қыздарға арналған деп ойлаймын. Бет терісі өмірге дұрыс келмеген жандарға пластикалық ота жасатуға болады. Ал денсау адам керек емес. Мынау әп-әдемі қыз өзін қаншалықты жиіркенішті қылып жүрген көрсеңіздер болады. Үстінің айтатыны жоқ, кәдімгі ібіліс сияқты. Ал келесі мына қыз да кезінде өте сұлу болған, бірақ тәуелді операциялық отаға. Ал мынаны ше, ешқандай сүйкімі жоқ, кәдімгілей қабірдің астындағы жиіркенішті қорқынышты құбыжықтар сияқты. Бірақ бұлар өздері үшін, өздері әлемінде әдемі. Егер осындай түрлеріңіз болса, қалай қарайсыздар? Бірақ мен қазақ жұлдыздарына ризамын. Келесі осындай ең сұлу әйелдер осындай болу керек. Бұлар африкалық тайпалардың бірі. Сұлулық тек осындай әйелдерде ғана болуы тиіс деген бұлардың өзінің қағидалары бар. Және де ең қорқынышты мынау ерлі-зайыптылар, шетелдік. Бұны көрген сайын жүрегім тітіркеніп, кәдімгідей қорқып кетемін. Ал сіздер ше?